сөйтіп ат қауымы Алланың әміріне қарсы шыққан кезде Аллах тағала оларға қандай азап жіберді. Құранда Аллах тағала туралы айтады: فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. Біз оларға дейді сондай күшті жел жібердік бақытсыз күндерде дейді. Яғни сондай бір күндер болды оларға, бақытсыз күндер болды ат қауымы үшін. Аллах тағала оларға жел жіберді. Сондай күшті жел келді оларға. Аллахтың оларға беріп жатқан дүниедегі азабы еді. لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا дейді. Олардың дүниеде алып жатқан азабы еді дейді. Бұл желдің күштілігі туралы Аллах тағала Қамар сүресінде басқа бір аятта айтады. Осындай күшті аят болды дейді. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. Адамдарға сондай күшті жел келді дейді. Ол жерден олар пальма ағашы сияқты сынып түсе берді дейді. Пальма ағашына қарайтын болсаң, қатты жел тұрған кезде оның төбесі құлап қалады. Дәл сонда аналардың бастарын жұлып кетті ол жел дейді. Сондай күшті жел келді оларға, өздерінің күшті сезінген бағана тәкаппар болған ат қауымын Аллах тағала жел жіберіп, олардың денелері қалып дейді, бастары жұлынып кетті дейді. Дәл пальма ағашы сынған сияқты болып дейді. Бұл олардың дүниеде алған жазасы. Дүниеде алғаны. Алланың әміріне қарсы шыққан үшін дүниеде оларға осындай жаза келіп тұр. Ал ақыретте олардың алатын азабы бұдан да күшті, бұдан да жаман. Ол бұдан да көбірек қорлық болады. Және оларға көмектесетін, оларды жеңіске жеткізетін ешкім болмайды ол күнде дейді. Сондықтан адам баласы тоқталып ойланатын болса, Аллах тағала оған берген денсаулығына қарайтын болса, Аллах тағала оған берген неғметтеріне қарайтын болса, ол талай нәрсені түсінеді. Сөйтіп оның жүрегі ашылады. Мысалы бір күні бір кісі пайғамбарымыз алейхиссаламға келіп одан сұрады дейді. Жүрегім ашылмайды дейді. Оның үшін не істеуім керек деген кезде пайғамбарымыз алейхиссалам оған не деп бұйырады? Жетімнің басын сипа дейді. Жүрегің ашылады, қажетіңді білесің дейді. Шынында мана өзіңнен төмен дәрежеде болғандарға қараған кезіңде, солардың жағдайына түсіп көрген кезіңде, сен өзіңнің мойныңдағы Алланың неғметтерін сезе бастайсың. Ал жоғарыға қарайтын болсаң, адаса бастайсың. Ал пайғамбарымыз алейхиссалам көбірек кімдермен бірге болды? Тарихына қарайтын болсаң, кедейлермен бірге болды, мұқтаждармен бірге болды, жетімдермен бірге болды. Барлық пайғамбарлар да сондай болған еді. Тіпті пайғамбарлардың сипаттарынан біреуі оған кедейлердің еруі еді. Геракл, Византия империясының императоры Абу Суфияның қасына барған кезде бізден осындай кісі шықты деп пайғамбарымыз алейхиссалам туралы хабар берді оған дейді. Сонда ол сипаттарын сұрай бастады. Геракл біраз нәрсені сұрап келді. Соның ішінен біреу оған кімдер ерді деп сұрайды. Оған біздің ішімізден әлсіздеріміз, кедейлеріміз ерді дегенде, бұл барлық пайғамбарлардың сипаты ғой депті. Шынында барлық пайғамбарлар сондай болды. Келді ме, әлсіздер мен кедейлер оның айналасына жиналушы еді. Өйткені бұл Аллахтың бұйрығы еді пайғамбарымызға. Құранда Аллах тағала айтады Каһф сүресінде: "Васбир нафсака ма'аллазина yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka anhum turidu zinata al-hayati ad-dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Сен таң атарда, күн батарда Аллахтың ризалығы үшін Аллахты еске алып жатқандармен бірге бол, солардың арасында сабырлы бол деп Аллах тағала бұйырып жатыр. Олар кімдер? Бағана кедейлерді айтып жатыр. Олар жиналып сондай Аллахты еске алып не қылып отырушы еді. "Васбир нафсака ма'аллазина yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha." Сен сол таң атарда, күн батарда Аллахты еске алу үшін жиналып отырғандармен бірге бол, сабырлы бол солардың арасында дейді. "Wa la ta'du 'aynaka anhum." Көздеріңді басқа жаққа қаратып кетпе, бетіңді бұрып кетпе олардан. "Туриду зинатал хаятид дуnya." Әлде саған дүниенің көркемдігі керек па? Шынында кедейлерді қалдырып басқаларға дүниені іздеп баратын болсаң, байларға баратын болсаң, сен дүниені іздедің. Деген Аллахтың. "Вала тути'а ман агфална қалбаху ан зикрина." Біздің аяттарымыздан жүректерін жауып қойған кісілерге мойынсынба дейді. "Вала тути'а ман агфална қалбаху ан зикрина." Кімнің жүрегін жауып тастаған болсақ, біз оларға мойынсынба дейді. Жүректері жауып дегендер бағана Алланың аяттарын түсінбейтін мушриктер. Оларға мойынсынба, оларға жақындама. Өйткені олар уаттаба хаваху, өздерінің нәпстеріне ерді. Өздерінің нәпстерін өздеріне құдай қылды олар. Олар нәпстеріне еріп жүр. Бұл туралы Құранда Аллах айтады: "Афарайта ман иттахада илаха хава." Сен өз нәпсін өзіне, өз жанын өзіне құдай қылып алғандарды көрдің бе? Яғни адамдардан кейбіреулері нәпсін өзіне құдай қылып алды деген. Құдай қылып алды деген не ол? Ол нәпсіне ғибадат етпейді өзінің. Керісінше нәпсін бірінші орынға қояды ол. Бір мәселе пайда болатын болса, ол мәселеде Аллах тағала не деді, пайғамбарымыз алейхиссалам не деді, шариғат заңы бойынша қалай болады демейді, ол нәпсіне ұнайтын жағына қарайды. Сол ұнай ма? Сол жақсы ма? Соны істей ала ма? Соған қарайды да жауап береді. Негізінде мұсылман кісі Алланың аяты келген кезде ол бірден мойынсынып тоқталады. Сонда ол өзінің жүрегі ашық екеніне дәлел істеген болады.
Құранда Аллах Тағала бұл туралы не дейді? Егер оларға Алланың аяттары айтылатын болса, олар соқырлар, кереңдер сияқты өтіп кетпейді деді. Мұсылман кісі сондай. Аллахтың бұйрығы айтылған кезде Аллах Тағала саған мынаны бұйырды деді ма, ол бірден тоқтайды. Сүннетті қабылдап амал жасайды соған. Әлде Аллах Тағала мына амалды тыйым салды саған деді ма, ол бірден тыйылады ол амалдан. Ұнатса да, ұнатпаса да, түсінсе де, түсінбесе де, ол тыйым салуға бұйырылды. Ол өзінің мұсылман екенін көрсетті. Ал мына кісілер уаттаба хауаху дейді. Өзінің нәпсіне ергендер олар. Сөйтіп олар өздері нәпстерін өздеріне ғибадат етуші қылып алған сияқты болды. Сондықтан Аллах Тағала Құранда айтып отыр: "Афарайта ман иттахада илаху хава". Өз нәпсін, өз жанын өзіне құдай қылып алғандарды көрдің ба? Ва адаллаху аля илмин. Аллах оның ғылымы бола тұра оны адастырды дейді. Ғылымның пайдасы жоқ ол кісіге. Ва хатама аля самайхи ва қалби. Сөйтіп оның құлағы мен жүрегіне мөр басты дейді. Аллах Тағала жауап тастады оның құлағы мен жүрегін дейді. Ва жа'ала аля басарихи ғишава. Ал оның көзіне перде қылып қойды дейді. Аллах Тағала оны сондай жағдайға түсіріп қойды. Көзі бар оны көрмейді, құлағы бар оны естпейді, жүрегі бар оны ашылмайды. Неге? Өйткені ол өз нәпсін өзіне құдай қылып алды. Құдай қылып алды дегені сол, қандай бір жағдайда болмасын, нәпсіне жеңілдікті қарайды. Аллах Тағаланың аяттары келген кезде мойынсын десең, оған мойынсынбайды. Бірінші болып ол нәпсіне ұнайтын нәрсеге қарайды. Қазіргі күндегі талай бір адасқандардың істейтіні, адамдар не дейді, оны істесем маған не болады деген әртүрлі бағана не? Нәпс тұр. Нәпсіме зиян келмесе, нәпсіме қарсы ешқандай іс-әрекет істелмесе, нәпсіме қарсы ешқандай сөз айтылмаса, нәпсім құрметтеліп жүрсе, нәпсім рахаттанса, нәпсім ләззаттанса деген кісі ғой сол. Аллахтың аяты келді, адам басына ихлас болу керек. Аллахтың аяты келді ма, ол бірден тоқталады. Ихлас не деп бір ғалымнан сұраған кезде ол кісі айтады: ихлас дегенің дейді, Алланың әміріне мойынсынған кезіңде бүкіл адамзаттың бәрі саған қарсы шығып тұрса да дейді, оған мән бермей Алланың ризалығын іздеу. Сол өзінің иманды екенін көрсетеді. Ал мына кісі нәпсін өзін бірінші орынға қойды. Сондықтан Аллах Тағала оны афарайта ман иттахада илаху хаваху, өзінің нәпсін өзіне құдай қылғандарды көрдің бе деп отқан осы. Сөйтіп ваман яхдихи мин баъдиллах, Аллах адастырып қойған кісіні кім хидаят жолына түсіреді? Шына Аллах Тағала адастыратын болса адамды, ол ешқашан хидаят жолын таппайды. Аллах адастырды дегенімізде бағана айтып кеттік оны. Аллах Тағала тура жолды іздеп жүрген кісіні адастырмайды иншалла. Өйткені Аллах Тағала залым емес. Аллах Тағала әділетті. Керісінше адасып жүрген адамдарды Аллах Тағала тура жолға шығарып қояды. Негізінде адамзаттың бәрі адасқан. Барлық адамзат адасқан. Пайғамбарымыз алейхиссалам құдси хадисте айтады: Аллах Тағала айтады деп, пенделерім, сендердің бәрің адасқансыңдар, әлде адасушысыңдар, тек қана мен тура жолға түсіргендеріңнен басқасы дейді. Ал бірақ сол адасып жүрген пенделердің Аллах Тағала бір тобын мейірімділігімен адасудан шығарады. Иншалла оларды мейірімімен Аллах Тағала жәннатқа кіргізеді. Бұл Аллахтың мейірімділігі дейміз. Ал адасып жатқан басқа бір топты Аллах Тағала әділеттігімен қалдырады. Адасып жатқан түрде қалдырады оларды. Бұл Аллахтың әділеттілігі. Сөйтіп әділеттігімен оларды Аллах Тағала жазалайды. Неге? Неге әділеттілік дейміз бұны? Өйткені Аллах Тағала барлық адамзаттың бәріне ғибадат ету мүмкіншілігін беріп қойды. Ғибадатқа бұйырды бәрін. Мақсат адамзаттың жаралуы, ол Құранда Аллах айтты: "Ва халақтул джинна вал инса илля ли'будун". Адамдар мен жындарды маған ғибадат ету үшін жараттым. Басқа нәрсе үшін емес. Олардан Аллах Тағала рызық талап етпейді. Олардан Аллах Тағала тойдыруын сұрамайды. Олар Аллах Тағала ғибадат ету үшін жаратылды. Ғибадатқа бұйырылды ма? Ғибадатқа қажетті, керекті нәрсенің бәрін Аллах Тағала оларға берді. Ғибадат жолдарын үйрететін елші жіберді. Ғибадат жолдарын көрсететін кітаптар түсірілді. Ғибадатқа қажетті болған, тазалануға керек болған барлық нәрсе берілді. Су, топырақ. Ғибадат жасайтын жер берілді. Пайдалыны зияндыдан ажырататын ақыл берілді оларға. Ғибадат жасауға денсаулық берілді. Сөйтіп, бұдан кейін ол ғибадат жасамайтын болса, ол жазаға лайықты кісі болды. Сондықтан Аллах Тағала оны азаптайды, әділеттігімен дейміз. Бұдан кейін адасатын болса, Аллахтың кітаптары бола тұра адасатын болса, пайғамбарлардың сөздері бола тұра адасатын болса, ондай кісі Аллахтың әділеттігімен тозақта болады дейміз. Ал кімді Аллах Тағала өз мейірімімен шығарып алып жәннатқа кіргізетін болса, иншалла бұл Алланың мейірімі. Сөйтіп мына аятта Кәһф сүресінің жалғасында Аллах Тағала "Уәлә тутиъ ман агфална қалбаһу ан зикринаа" ваттаба хаваху. Біз жүректерін жапқан кісілерге ерме, өйткені олар өз нәпстеріне ерді дейді. Уәкән амруху фурута. Сөйтіп олардың істеген амалдары бәрі бекер болды дейді. Сондықтан бауырлар, егер біз ашық жүрек иесі боламыз десек,
жүректеріміз ашық болсын десек, иншалла Аллахтың мейіріміне лайықты пенде болайық десек, онда жүректерімізді ашық ұстауымыз керек. Жүректің жабылып қалуынан қорқуымыз керек. Бұл кімде болады? Бұл нәрсенің ішінде иманның ләззатын сезген кісіде болады. Ал иманның ләззаты неде? Туралы пайғамбарымыз алейхиссалам айтты: "Салас ман кунна фи важада бихинна халаватал иман." Үш нәрсе бар, ол кімде болатын болса, ол онымен иманның ләззатын табады дейді. "Салас ман кунна фи важада бихинна халаватал иман" дейді. Үш нәрсе бар. Осы нәрсе кімде болатын болса, сол нәрсемен ол иманның ләззатын сезеді. Біріншісі, ан якун Аллаху ва расулу ахаббу илайхи мимма сиваһ. Аллах пен оның елшісі басқа барлық нәрседен жақын болу оған. Яғни Аллах пен пайғамбарын жақсы көргенде ешкімді жақсы көрмеу, махаббат. Аллахқа және оның пайғамбарына деген махаббаты дейді, күшті болуы. Ондай махаббатпен ешкімді жақсы көрмейтін болса, шын адам баласы Аллахты жақсы көретін болса, оның пайғамбарын жақсы көретін болса, ондай махаббатпен ешкімді жақсы көрмейтін болса, ол иманның ләззатын сезеді. Егер сондай махаббатпен тағы басқа біреуді жақсы көретін болса, ол Аллахқа ширк қосты. Өйткені Құранда бұл туралы Аллах тағала айтып отыр: "Ва минан наси ман яттахиду мин дуниллахи андада юхиббунахум ка хуббиллах." Адамдардан кейбіреулері Аллахтан басқаны алып, соны Аллахты жақсы көргендей жақсы көреді дейді. Мушриктердің амалын айтып отыр. Олар Аллахты жақсы көрмейді деп жатқан жоқ. Аллахты жақсы көреді, бірақ басқаларды Аллахты жақсы көргендей жақсы көреді. Валлазина аману ашадду хуббан лиллах. Ал кім Аллахқа иман келтірген болса, ол Алланы жақсы көргенде ешкімді жақсы көрмейді. Сондықтан адам баласы бірінші болып Аллахты жақсы көру керек. Кейін пайғамбарымыз алейхиссаламды жақсы көру керек. Бұндай махаббатпен ешкімді жақсы көрмейтін болса, ол иманның ләззатын сезе бастайды. Екіншісі, ан юхиббал мар'a ла юхиббуху илля лиллах дейді. Адамдарды тек қана Аллах үшін жақсы көретін болса. Мысалы, бүгінгі күндегі махаббатты қарайтын болсаң, адамдар бір-бірін не үшін жақсы көреді? Не үшін жақсы көреді? Қарады, ұнатып қалады, жақсы көрдім. Әлде бір ұлттан болған үшін жақсы көреді, әлде бір отбасыдан болған үшін жақсы көреді, әлде бір жұмысты жасап жатқан үшін жақсы көреді. Бұның бәрі уақытша махаббат. Негізі жоқ махаббат. Жоқтыққа құрылған, жоқ болып кететін нәрсе бұның бәрі. Ал Аллах үшін бір-бірін жақсы көргендер болатын болса, қолы сол ислам. Келіп шыққан жері бір олардың, мақсаттары бір, баратын жерлері бір болғандықтан жақсы көрген болса олар, Раббылары Аллах болғаны үшін, пайғамбарлары бір болғаны үшін, діндері бір болғаны үшін, қиблалары бір болғаны үшін, кітаптары бір болғаны үшін бір-бірін жақсы көрген болса, онда олар иманның ләззатын сезеді. Үшіншісі, ан якраха ан яуда илал куфри бa'дан анқазаху Аллаху минху кама якрах ан юлқа фин-нар. Аллах Тағала оны күфрден құтқарғаннан кейін күфрге қайтып баруды дейді, тозаққа улақтырылғандай жек көретін болса дейді. Имандылыққа келді ол. Аллах Тағала оны күфрден құтқарып алды. Енді сол имандылықтан күфрге қайтып баруды тозаққа улақтырылғандай жек көретін болса, ол иманның ләззатын сезеді дейді. Сондықтан біз жүрегіміз ашық болсын десек, жүрегімізді ашық түрде сақтаймыз десек, онда жүрек Аллахпен толу керек. Аллахқа деген махаббатпен толу керек. Иманмен толу керек. Ал ол иманның қалуына себеп болатын нәрсе, ол иманның ләззаты. Иманды сезіп жатырмыз ба, жоқ па өзіміздің жүректерімізде? Демек, бауырлар, біз не нәрсе жүректі ашатынын және қай нәрселер жүректің жабылуына себеп болатынын біліп өттік. Осыны қысқаша түрде тағы бір рет айтып кетейік. Біріншіден, жүректің ашылуына себеп болатын нәрсе ол Құран оқу дедік. Сондықтан мұсылман кісі Құранды оқып үйренуі керек. Ол өз кітабының тілін білуі керек. Оны өз тілімен оқу, араб тілінде оқу деген, бұның өзі үлкен бір ғибадат. Өйткені пайғамбарымыз алейхиссалам бұл туралы айтады: әрбір әріп үшін сен оны сауап аласың дейді. Сондықтан Құран оқуды үйреніп, оны түсініп, оған амал жасауымыз керек. Бұл біріншісі дедік. Екіншісі, өлімді еске алу, ақыретті еске алу және бұл дүниенің уақытша екенін еске алып жүруіміз керек. Шынында бұл нәрсе негізінде өлімдің өзі бізге ескертуші. Бір ғалым айтқан екен: саған ақыретті еске салатын екі нәрсе бар дейді. Оның біреуі сөйлеп еске салады, ал біреуі үндемей еске салады. Сөйлеп еске салушысы болған, ол біз бағана айтқан біріншісі Құран. Құран саған ақыретті сөйлеп еске салады дейді. Құранда аяттарын оқитын болсаң, ол саған өлім бар екенін, ертең Алланың алдында бір жауап бар екенін, жәннат, тозақ бар екенін хабар беріп тұрады. Сөйтіп ол саған сөйлеп ақырет еске салып тұрады дейді. Ал сөйлемей еске салушы болған ескерту саған бұл өлім дейді. Өлім келеді да сенің қасындағы біреуді алып кетіп саған кезек сенікі, дайын болған деген сияқты болып кетеді дейді. Сондықтан ол екі ескертуші дейді. Сол ескертушілерін біз еске алып жүруіміз керек. Шынында бұл күннен ешкім қашып құтылған емес. Бұл сондай күн, барлық адамзаттың басына келетін күн. Бұл күннен аман боламыз деп ойламайық. Құранда Аллах Тағала бұл туралы айтады: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
Айт оларға, шынында сендер қашып жүрген өлім бір күн сендерге жетіп келеді дейді. Адам баласы өлімнен қашқысы келеді. Өлімді ойламайды. Әлде өлім есіне түскен кезде басқа бір нәрселермен айналысып ұмытқысы келеді. Демек ол қашып жүр өлімден. Ал біз негізінде ол өлімнен ешқашан қашып құтыла алмаймыз. Сондықтан Аллах Тағала Құранда «Құл иннал маута аллази тафирруна минху» дейді. Айт оларға, шынында сендер қашып жүрген өлім сендерге бір күн жетіп келеді дейді. Мулақикум, жетіп алады сендерге. Барып қашып құтыла алмайсыңдар онан. Сумма турадуна иля алимил ғайби ва шахада. Кейін сендер көзге көрінетін, көзге көрінбейтін болған барлық нәрселердің білушісі болған Аллахқа қайтасыңдар. Сумма турадуна иля алимил ғайби ва шахада. Яғни Аллах Тағала сен істеп жатқан амалдарыңның бәрін көріп тұр. Айтып жатқан сөздеріңнің бәрін естіп тұр. Және жүрегіңде қандай ниет болатын болса, соның бәрін біліп тұр ол. Көзге көрінетін де, көрінбейтін де бәрін білуші болған Аллахқа қайтарыласыңдар. Сөйтіп сендерге істеген амалдарың туралы хабар береді дейді. Бұл күнден ешкім қашып құтыла алмайды бауырлар. Сондықтан адам баласы бұл күнде еске алып жүру керек. Сонда оның жүрегі ашылуына себеп болады екен, иншалла. Үшіншіден, бізге дейін өмір сүрген халықтардың тарихына тоқталу дедік. Шынында егер бізге дейін өмір сүрген халықтарға тоқталып, Алланың әміріне мойынсұнғандарына қандай сыйлықтар берілгеніне қарайтын болсақ, және Аллах Тағаланың әміріне қарсы шыққан халықтар қандай жазалар алғанына тоқталатын болсақ, сөйтіп солардан ғибрат үйренсек, сабақ үйренсек, иншалла ол да жүректің ашылуына себеп болады. Төртіншіден, Аллахты еске алу. Аллах Тағаланы еске алумен жүректер ашылады. Бұл туралы Аллах Тағала Құранда бірнеше аяттар айтқан, оны айтып өттік. Адам баласының жүрегі тыныштық табуына себеп болатын нәрсе, және жүрегі ашылуына себеп болатын нәрсе ол Аллахты көп еске алу. Бесіншіден, Аллах Тағаланың әмірлеріне мойынсыну және тыйым салған нәрселерінен тыйылу. Бұл жүректің ашылуына себеп болады ол да. Ал кім Алланың әміріне бет бұратын болса, әлде Аллах Тағала тыйым салған амалдарды жасайтын болса, ол кісілер керісінше жүректерінің жабылуына себеп болады. Алтыншыдан, кедейлер, мұқтаждар, жетімдер, аурулардың жағдайына қарау. Сөйтіп соларға қарап тұрып, өзіміздің мойнымыздағы Аллахтың неғметтерін көру. Аллах Тағала бізге берген неғметтерін көруіміз. Бұл иншалла жүректің ашылуына себеп болады. Қазіргі күнде адамдарды Алла жолынан адастырып, жүректерінің жабылуына себеп болатын нәрселер өте көп. Одан біреуі адамдардың байлықтың артынан қуып жүргендері. Байлық жөнінде адам баласын Алла жолынан адастырады, және оның жүрегінің жабылуына себеп болады. Бұл туралы Құранда Аллах Тағала «Иннама амуалукум ва ауладукум фитна, валлаху индаху ажрун азим» деп айтады. Яғни шынында сендердің байлықтарың мен сендердің балдарың сендерді Алла жолынан адастыратын фитна, ал Аллахта сендерге үлкен сыйлықтар бар дейді. Сондықтан Аллахтан сыйлыққа асығыңдар. Байлық пен бала шағаның артынан жүгіретін болсаң, сен ол нәрсеге жете алмай қаласың дейді. Сондықтан адам баласы байлықтың артынан жүгірмей, керісінше нағыз дүниеде де ақыретте де керек болған байлыққа бару керек. Ол Аллахтың деген иман адамда. Және қазіргі күндегі әртүрлі жаман нәрселер, жаман көріністер, фильмдер, әлде қазір көрсетіп жатқан мына телесериалдар, әлде көшедегі әртүрлі мысалға Аллах Тағала аурат қылып қойған жаман нәрселерге қарау, бұның бәрі адамның жүрегін жабуына себеп болады. Әлде газеталарда, журналдағы жаман суреттер, музыка тыңдау, осының бәрі адамның жүрегіне жабылуына себеп болады. Бұлар туралы Пайғамбарымыз ағалейхиссалам бізге хабар берді. Олардың бәрі харам екен, оның бәрінен тыйылуымыз керек екенін хабар берді. Музыка туралы Аллах Тағала не дейді? Пайғамбарымыз ағалейхиссалам не дейді? Ғалымдар не дейді? Бұл ойға тоқталатын болсақ, Аллах Тағала Құранда Лұқман сүресінде وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَغْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ дейді. Адамдардың кейбіреулері пайдасыз сөзді сатып алады Алланың жолынан адасу үшін, надандықпен, білімсіздікпен. Осы аяттың тәфсирінде Абдулла ибн Масуд бұлай деп айтады: мен Алланың атымен ант етем, осы аяттағы пайдасыз сөз деген ол музыка дейді. Бұл мәселеде көп ғалымдар онымен келіседі. Шынында ол пайдасыз сөздер музыка екеніне тағы бір дәлел бұл аяттың түсу себебі. Ан-Надар бин Харис деген мушрик адамдарды Алланың жолынан адастыру үшін, кім ислам дінін қабылдап жатыр деген естісе, әлде ислам дініне деген бетбұрысы бар екен дегенді естісе, ол барып ән айтатын, билейтін, сондай музыкамен айналысатын әйелдерді сатып алушы еді дейді. Сөйтіп алып барып, ана кісілерге жүріңдер, мен де сендерге Мұхаммад шақырып жатқан нәрседен де абзал нәрсе бар деп алып барып, соларға
мынаны тойдырып ішіріңдер және бұған ән айтып беріңдер деп жолдан адастыруға әрекет қылушы еді. Сол кезде Аллах тағала осы аятты түсірді дейді. Адамдардан кейбіреулері пайдасыз сөздерді сатып алады Алланың жолынан адастыру үшін надандықпен дейді. Яғни өзі де басқаларды адастырады дейді. Сондықтан адам баласы ол нәрседен сақ болу керек. Әлде пайғамбарымыз алейхи салам хадисте айтады: менің умметімнен сондай кісілер шығады, сондай бір топ шығады. Олар зинаны, жібекті, арақты және музыка аспаптарын халал дейтін болады дейді. Демек бұл нәрсе халал емес екен пайғамбарымыз алейхи салам бізге баяндап айтып жатыр. Және музыка аспаптарын, музыканы пайғамбарымыз алейхи салам зина, арақ, жібекпен бірге айтып жатыр. Оның бәрі мұсылмандарға харам қылынған нәрселер. Сондықтан бұл нәрседен адам баласы сақ болу керек. Ғалымдардың сөзіне қараңыздар. Музыка туралы айтып жатқан Абу Бакр Сиддиқ не дейді? Әл-ғина уәл-азф мизмар шайтан дейді. Бағанағы музыка аспаптары мен музыканың өзі ол шайтанның аспабы дейді. Кім оны қолданатын болса, ол шайтанның жолына кіргені. Әлде Ахмад бин Хамбал әл-ғина юнбитул нифақа фи қалб. Музыка адамның жүрегінде мұнафиқтықты оятады дейді. Фәлә яъжибун, ол нәрсе маған ұнамайды дейді. Мен оны істемеймін дейді. Әлде Омар бин Абдул Азиз айтқан сөзі: әл-ғина бадууху мина шайтан ва ақибатуху сахтур рахман. Ғинаның басталуы, ғина деген бағана музыка, оның басталуы шайтаннан болады дейді. Ал оның бітуі Аллахтың ғазабы болады дейді. Демек ол шайтанның амалы, шайтаннан басталып Алланың ғазабымен бітетін болса, ол нәрседен сақ болу керек. Имам Қуртуби айтады: әл-ғина мамнуъун бил китаб ва сунна. Ғина Құран мен хадис бойынша харам қылынған нәрсе. Онда ешқандай тартысу жоқ дейді. Сондықтан адам баласы сол нәрседен сақ болу керек. Ал имам Малик бұл туралы жақсы сөз айтып кетеді: әл-ғина иннама яфалху ал-фуссақу индана. Музыкамен бізде тек қана фасиқтар ғана айналысады дейді. Басқалар оны істемейді дейді. Сондықтан егер біз өзімізді фасиқ екенімізді дәлелдегіміз келсе, онда музыка тыңдап, оны естіп, басқаларға насихаттау болады біздің несіміз. Ал енді жоқ, біз Аллахтан қорқып, жүрегіміздің ашылуын қарап, Аллахтың алдында иншалла жақсы сыйлық алайық деген ойда болатын болсақ, ондай болатын болса, жүрегіміздің ашылатын жолдарды іздейік. Жүрек жабылатын жолдардан сақ болуымыз керек бауырлар. Өйткені бұл нәрсе маған айтқандай, адамның жүрегінде нифақты оятады. Әлде тағы жүректің жабылуына себеп болатын нәрселер қазіргі күндегі әртүрлі спорт ойындарымен айналысу. Аллахты ұмытып қойып, оған көп беріліп кету. Спорт ойындары бар, оның ішінде рұқсат берілгендері, бірақ шегімен. Одан шығып кетіп, оған беріліп кетіп, күніміздің бәрін соған беріп, әлеміміздің бәрін соған беріп кететін болса, онда ол жүректің жабылуына себеп болады. Әлде көп күлкі, ойын, осының бәрі жүректің жабылуына себеп болатын нәрсе. Кәсратул қалби, кәсратул бахти думитул қалб дейді. Көп күлкі жүректі өлтіреді дейді. Көп күле беретін болсаң, шынында бекер ойындарда істеп, көп күлкімен айналысатын болсаң, ол жүректің жабылуына себеп болады екен. Жүректің жабылуына себеп болатын тағы нәрсе ол жеп ішіп жатқан нәрсемізге мән бермеу. Харам немен азықталу. Ол нәрсе біздің шынында ақлағымызды да, дінімізді де, мінезімізді де бәрінің өзгеруіне себеп болады екен. Өйткені сен азықталып жатқан нәрсе, ол азық сенің денеңе кіріп, сенің денеңнің өзгеруіне себеп болады екен. Ол істеп жатқан жаман амалдарымыздың бәріне себеп ол біздің азығымыз болады екен. Бұл туралы Құранда Аллах Тағала айтады: «Калла бал рана аля кулубихим ма кану яксибун». Олардың істеп жатқан амалдары олардың жүректерін, олардың істеп жатқан жаман амалдары, күнәлары олардың жүректерін орап алды дейді. Шын адам баласы жаман амал жасайтын болса, арран деген араб тілінде әззәмб, күнә деген сөз. Егер олар күнә жасайтын болса, адам баласы сол күнәлары олардың жүректерін орап алады дейді. Сөйтіп олар ешқандай жақсы амал жасай алмайтын кісілерге айналады. Ондай болатын болса, олардың жүректері жабылады. Пайғамбарымыз алейхи салам хадисте былай дейді: «Иннал муъмина иза азнава накат фи қалбихи нуктатан сауда». Егер адам баласы күнә жасайтын болса, оның жүрегінде қара нүкте пайда болады дейді. Фа иза таба фаназа фастагфара сақала қалу. Ал егер онда тәуба қылып ол кешірім сұрайтын болса Аллахтан, оның жүрегі тазаланады дейді. Фа ин зада задат хатта ta'lu қалу. Ал енді ол тәуба қылмай сол істеп жатқан күнәсін жалғастыра беретін болса, оның жүрегі қарайып кетеді дейді, жабылады оның жүрегі. Фазалика зә'ну аллази закараху Аллаху азза ва джалла. Сол ран дегеніміз, оның жүрегі жабылуы дегеніміз бағана Аллах Тағала Құранда айтқан: «Калла бал рана аля кулубихим ма кану яксибун» дейді. Олардың істеп жатқан жаман амалдары олардың жүректерін орап алды дегені осы. Жүректің жабылуына себеп болатындағы бір нәрсе ол бауырлар жаман кісілермен, жаман мінез құлық иесі болған кісілермен байланыста болу, олармен араласу.
солардың қасында жолдас болып жүру, оның бәрі жүректің жабылуына себеп болады. Al-maru ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil дейді Пайғамбарымыз алейхи вассалам. Адам баласы бауырларының дініне қарап діні өзгереді дейді. Сенің мінезің, сенің ақлақың, дінің қасында жүргендеріңнің мінезіне, ақлағына, дініне қарап өзгереді екен. Сондықтан қараңдар, кімді өздеріңе дос қылып жатсыңдар дейді. Аллах Тағала Құранда не дейді бұл туралы? وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Сендер Аллахты ұмытқандар сияқты болмаңдар дейді. Олар Аллахты ұмытты, Аллах оларды нәпсілерін өздерін ұмытып қойды оларға. Олар өздерінің кім екенін білмейтіндер. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُم. Олар Аллахты ұмытқан еді, Аллах Тағала оларға өздерін ұмыттырды. Ал сендер олар сияқты болмаңдар. أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ол кісілер фасиқтар дейді. Ол кісілер Алланың әміріне қарсы шыққандар, Алланың дініне бет бұрғандар олар. Сендер олар сияқты болмаңдар дейді. Сондықтан бауырлар, бізде мүмкіншілік бар кезінде біз ойланайық. Шынында бізді не күтіп жатыр, тоқталайық оған. Қандай күн келейін деп тұр, оған тоқталайық. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ дейді Аллах Тағала Құранда. Сондай күн келеді сендерге, ол күнде сендердің байлықтарың да, бала-шағаларың да пайдасы болмайды. Тек қана кім таза жүрекпен келген болса, соның ғана пайдасы болады дейді. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Тек қана сау, дені сау, дұрыс жүрекпен келетін болсаң, таза жүрекпен келетін болсаң, сол жүректің ғана пайдасы болды. لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. Малыңды да, байлығыңды да ешбірінің пайдасы болмай қалады ол күнде дейді. Сондықтан бауырлар, сол күнде бізге пайда болатын нәрсені біз өзімізбен бірге алып кетейік. Ол жүректерімізді тақуалыққа қарай бұрайық. Тақуалық шынында жүректе болады ғой. Пайғамбарымыз алейхи айтқандай, ат-тақуа ха-хуна деді дейді, ол қолымен жүрегіне белгі қылып көрсетті дейді. Шынында тақуалық адамның жүрегінде болады. Сондай болатын болса, тақуалықты жүрегімізге кіргізейік бәрімізде. Аллахтың шариғатын ұлықтайық. Сонда біз тақуалы жүрек иесі боламыз. Бұл туралы Құранда Аллах Тағала айтады: وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. Кім Аллахтың хукімдерін ұлықтайтын болса, оған амал жасайтын болса, ол шынында жүректердің тақуалықтарына дәлел болады. Тақуалық адам баласына дүниеде берілген ең абзал нәрсе. Иншалла Аллах Тағала сол неғметті бәрімізге нәсіп етсін иншалла. Сөйтіп жүректеріміз тақуалы болып, қиямет күнінде тек қана бір ғана нәрседен пайда болатын нәрсені өзімізбен бірге алып баруымызды нәсіп етсін иншалла. Ол бағана айтқанымыздай Аллахқа деген иман. Ол адамның жүрегінде болады. Сол жүректеріміз иншалла таза болсын. Аллах Тағала бізге иншалла нәсіп етсін. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.